Бұл тар, кішкентай көрінетін театрда зал барлық жағынан да одан бірнеше есе үлкен. Бұл үйлердің арасындағы ені 50 метрлік үй емес, сарай болу керек. Потому что я есть тот самый Бастер. Қазір сен осыны кімге айтып отырсың? Өзіңмен сөйлесу әдет па? Киттің шляпасының үстіңгі жағы су өткізбейтін нана жабынмен, ал төменгі жағы супер желімен қапталған. Жоқ, линзаларға тамшыларды мұқият салуды ұмытпаңыз. Су барлық көріністерде камера дақ болу керек. Джонни жануар болғандықтан жануар терісінен жасалған куртканы киюді жабайы ештеңе көрмейді. Жергілікті полицейлер қоянды бетперде киген гориллаларды ажырата алмайды. 1 минут бұрын аллея бос еді. Кенет дәл осы жерде жүк көлігі ауадан пайда болды. Осы кадрға қарап олар Джоннидің қылмыс орнында қалдыруын ұйғырды. Бірақ ол гепардтың жылдамдығымен жүгіру мүмкіндігін қосты. Үлкен қалада тапа-тал түсте қуудан құтылу оңай, өйткені сюжетке қажетті кезде ғана кептелістер пайда болады. Көбісі бір жастағы ұрпақтардың санына қарағанда Розита 1-100 баланың 4-1-ін дүниеге әкелуді шешкен сияқты. Арқаларында өсіп тұрған ең ұзын инелері бар кірпілердің киімдерін қалай киетінін көргім келеді. Қашаннан бері пілдердің бастарында бір шоқ шаш бар. Ал Минаның барлық туыстары неге тіздедей тас болып жүр. Майк бабойының жидесін тартып жатыр, ал шын мәнінде женсіз жемпірін. Егер мына тышқан оған аз ақша берген жандармен осылай істесе, ол саксофонмен ойнамау керек. Жүйелі тонау үшін түрмеде отыру керек. Айтпақшы, неге өтіп бара жатқан жолаушыларға бәрібір мынандай заңсыздық. Бастердің велосипеді кез келген бұрылыстарды жасай отырып, баспалдақпен жайбарақат түседі. Бірақ ол тоқтай салысымен бірден бөліктерге бөліне бастады. Бұл ғаламда сәнді мейрамханалар кешке ашылмай, таңертең ашылады. Эдди қышаны шортыйына тамызып алды. Ал далаға шыққанда мінсіз таптаза. Мисс Ползерлиді осындай жағдай қанағаттандырады. Күні бойы осындай желдеткіштің қасында отырып, жалған көзін жұлып алғанша дейін. Оның үстіне бұл желдеткішті Бастердің жағынан көрсеткенде, оны қасына салуды ұмытып кеткен анық. $1000. Баттер шын мәнінде ұтыстың бір бөлігін ескі қоқыспен төлемек болды. Енді бұл тозақты құрылым Boeing 747 ұшағының күшімен үрлеп тұр. Бөлмедегі басқа заттардың ұшып кетпегені қызық. Жел бұл хабарландыруды бүкіл қалаға таратады. Дегенмен ағаштарға қарағанда қазір мүлдем тыныш. Бастердің тартпасында тіпті басы мен төбеге соқпай отыруға да орны жоқ. Бірақ костюмге шықпай-ақ киінуге жеткілікті. Ал мына кадрда жаңа ғана жастықтың қасында тұрған оятқыш қайда кетті? Сендер өмір бойы суда өсіп дамыған тіршілік иелері үшін ауада ән айтқанға өте шеберсіңдер. Бегемот фортепианода ойнап отыр. Негізінен кемінде 10 пернені басу мүмкін емес. Динамиктерден шыққан саңырау дыбыс сахнадан шыққан жермен тең. Джонни шынымен тыңдауға қатысқысы келді. Ол театрға барғысы келгені сонша Бастер бірнеше ондаған үміткерлерді көріп үлгерген. Ал кіреберіс алдында ашылған сәттен бастап келесі көрші ауданға дейін кезек болса, Розита екеуі сахнаға қалай тез шықты. Джонни түскі асқа дейін өнерін көрсетті. Кезексіз өтіп кетті ме сонда? Мина жай ғана сахнадан шығып, бірден сахнаның ортасына телепортация жасады. Сосын сахнадан қуып жібергенде дәл солай қарама-қарсы сахнаға барды. Ағашты дұрыс тепсе, оның барлық жапырақтары бірден түсіп кетеді. Бастер өзі де білмейді, қай қолмен жазу керек. Оң қолмен немесе сол қолмен. Закончили. Больше никого нет, мистер Мон. Бұл мүмкін емес. Қалғандардың бүкіл тыңдаушыларды тыңдау үшін Бастер барлығын бір уақытта кіргізіп, әрқайсысына 10 секунд уақыт беру керек. Ал таңертеңнен бері кіреберісте толып жатқан оннан бір бөлігі неге сахнаның алдында тұр? Кезек суперлапторға келді. Сирен күртеше киген және басында бұйра шашы бар бұқа үлкен болып бейнеленген. Ал енді ешбір себепсіз қызыл жеңсіз күртешеде мүлде шашы жоқ болып көрсетілген. Шынымен ойлап таппайсың. О, Господи, мне так неловко. Қандай комедия, керемет күлкілі әзіл. Мүмкін жеткілікті шығар. Бұл көріністе Дэниелді керік тайпасының мутантына айналдырды. Біз осы уақытқа дейін көрген керіктің барлығы 2 есе төмен болды. Тіпті мынаның да бойы 1 минут бұрын қалыпты болған. Ты прошел! Что? Это вы мне? Дэниел Бастердің сөзін естімеді, бірақ ол іріктеу кезеңінде оның атын атағанын жақсы естіді. Ричард, Дэниел! Содан кейін Бастер ойлады, мен шоуға тамаша орындаушылардың бүкіл тобын қоса аламын ба? Әрине жоқ, оның орнына мен тек 5-еуін ғана таңдаймын. Төбеден ағып жатқан су тамшылары камераны қаратқаннан кейін ғана дауысы естіліп,
камераны төменге қаратқанда дауысы басылады, ал төбесінен су ағып жатқан нес күні бойы күн ашық болса. Айтпақшы, кейінірек сюжет бойынша мүлдем құбырдан су ағып жатыр. Иә, және алдыңғы көріністердегі бұл жерде бірде-бір шелек сумен байқалмайды. Вперед навстречу мечте? Неплохо звучит, да? А как же 100 000? Эдди жарысқа қатысушылардың ақшасы туралы сұрайды. Неге олардың ешқайсысы жүлдеге бірдеңе болғанын сол сәтте түсінбеді. Осы уақытқа дейін Ланстың сол қолға арналған гитарасы болды, бірақ ол үйде сол гитарамен оң қолмен ойнайды. Розитаның күйеуіне қорылдап ұйықтап қалуына тура 4 секунд қажет болды. Розита жай ана емес және әнші, сонымен қатар инженер өнертапқыш. Бір түнде толық автоматтандырылған үй жұмысын жасай алатын жүйені, тіпті жақын жерде бірде-бір тірі жан оянбай, импровизацияланған материалдардан және жақын маңдағы шкафтан табылған құралдармен жасаған. Ыдыс-аяқ жуатын заттарды ойлап табуға бір айдай уақыт кетер еді. Оған бірнеше мың доллар тұратын заттарды сатып алу керек еді. Иә, содан кейін отбасының ешқайсысы әйелі мен анасының орнына конвейер екенін байқамады. Өйткені олардың бәрі фон үшін ақ салынған миссыз зомбилер. Және ол ұйықтаудың орнына таң атқанша бір ағашпен 3 қабат жүгірген жануарға ұқсамайды. Барлық сүйектер алтылықтың қарама-қарсы жағында бір саны болу керек. Электр жарығын төлемеген үшін жарық сөнген бойда Гюнтер дәл осындай іс үшін өзімен бірге жарқыраған таяқтарды алып келгені белгілі болды. Уақыт қанат қаққандай зымырап өтеді. Сағат бойынша сағат 8:30 болды, ал санаулы минуттарда 12-ге таяп қалды. Дегенмен барлығы ғимаратқа кіргеннен кейін жарық сөндірілді. Бұл құлау кезінде Бастер 2 секундта сымды аяққа дұрыс байлап үлгермесе, өлер еді. Егер кабель қабырғаға ілініп қалса, онда неге Бастер тротуар арасында үйден 3 метр қашықтықта ілулі? Неон белгілері қарапайым вилкалармен ашық аспан астындағы желіге қосылады. Жаңбыр жауған жағдайда керемет схема. Бастер сымдарды қосу үшін бірнеше сантиметр жетіспеді. Дегенмен алдыңғы кадрда сымның екі жағында да жеткілікті болған. Сонымен бірге қандай да бір себептермен қызғылт сары сым жанына созылады. Бұл терезенің үстіңгі жағынан үнемі салбырап тұратынын ескерсек, бұл сәл оғаш. Джоннидің дәл артында апа үстелге жабысып қалды. Джонни ештеңе болмағандай әрі қарай ойнап отыр. Және бұл бүкіл жүйе бір ғана жіңішке сымнан жұмыс істеп тұрма. Мұндай тұтынумен бірнеше секунд ішінде ол бүкіл ұзындықта жанып кетуші еді. Екі үйдің арасында орналасқан осы кішкентай үйде кен дайындық бөлмелерінен басқа үлкен зал мен киім ауыстыратын бөлмелері бар. Егер біреу банкке келіп менде бір күні ақша болады деп айтса, оған бірден платина несие картасын береді. Ты слишком плавно входишь в повороты. Так ты коробку передач запоришь. Егер сіз бұрылыстарды тегіз өтсеңіз, керісінше беріліс қорабын бұзып алу мүмкіндігі аз болады. Джоннидің әкесі үнемі оның алдында тұрған. Өзінің көрермендеріне енді көрсетілмейтінін пайдаланып, кеңістікте жоғалып кетті. Розита үйге келгенде оятқыш әлі күнге дейін текшелердің үстінде тұр. Бірақ ол бүгін таңертең жерге құлаған, және кейіпкерден басқа ешкім мұның бәрін жаңа іске қосып дайындай алмаушы еді. Жарайды, Бастер кружкасындағы үлкен шарды байқамады. Бірақ оны кездейсоқ жұтып қойды ма? Әдейі мұндай кішкентай ауызбен оған қиын болар еді. Сюжеттің қажетті сәтінде миссис Ползелидің көзі әрине жасанды интеллектпен кеңістікте толығымен мағыналы қозғалуға қабілетіне ие болады. Мы все потушили, сцена цела. Кейіпкердің сөздері бір секундта болып жатқан нәрсеге түбегейлі қарама-қайшы. Миссис Ползели мен пілдің арасында тастаған шелек сахнадан бірден жоғалып кетті. Ал Минаның өрт сөндіргішінен кадрдың дәл ортасында сақина бір жерде жоғалып кетті. Бастерге түлкілермен сөйлесу қажет болған кезде оның жанында кездейсоқ жапон сөздігі пайда болады. Бұл фильм бізді Майктың қарсыласының мұрнының астындағы үстелде тұрып, күртешенің астына картаны жасыруға тырысқанына сендіргісі келеді. Және осындай үлкен картаны үшке бүктесе ғана күртешенің астына сыюшы еді. Мультфильмдер әуе шарының жүк көтергіштігін асыра бағалауда жалғастыруда. Біреу асығыс машинадан құлаған кезде ол оның артынан домалайды, бірақ керісінше емес. Бастер Эддидің сәрсенбіде әжесіне баратынын білді, бірақ Эддидің ол жерге қай уақытта баратынын білмеді. Ол оны бірнеше сағат бойы осы жерде күтіп отырды ма? Ал музыка неге дәл құлаған секундта өшіп қалды. Джонни артқа қарай жүрді. Келесі кадрда әлі де алдыңғы машина мен бамперге бампер тұр. Гориллалар шыққан канализациялық үлгі асфальтқа тез айналды. Мен ойладым, бұл жерде неге тек қана бір түрдің өкілдері арасында ғана жасалады деп. Тек қолтырауындар мен бөкендердің арасында емес. Балалар жоқ деп үміттенемін. Ебедейсіз Розита созылмай бір қадам баса алмайды. Сондықтан қазір еш себепсіз кәсіби бишінің қимыл қозғалысын үйлестіруде. Оның үстіне 10 рет жаттығады.
Өрт жеңі бір жағына, содан кейін бірден құбырға перпендикулярлы созылады. Терезелерден әйнектерді штапиктерсіз алып тастамай шығаруға болады. Осылай әйнектерді қоя берсе, бәрі құлап кетеді. Ал фильм авторлар қарапайым терезе әйнектері ондаған текше метр судың салмағына оңай төтеп бере алады деп есептейді. Дегенмен бұл пілді кішкентай жіпке байлап көтеріп көрсетумен бірдей. Және Бастер немен жабыстырды? Үлкен аюлар қиындықсыз тұру үшін. Розитаның механикалық жүйелері техникалық ақау кезінде миссис Позлидің көзі сияқты өз ойын табады. Джонни өмірінде фортепианода ойнаған жоқ, сондықтан дұрыс жаттығып бірнеше күн ішінде виртуозға айналды. Бесік кезінен бастап ойнаған сияқты. Последний шанс. Ты хочешь спеть с этими ребятами? Неліктен Бастер бұл тілге жабысып қалды? Ол оның қалай ән айтатынын білмейді. Өйткені ол оның орындауында бірде-бір нота естімеген. Ол тыңдауда көрген жүздеген керемет үміткерлерді неге есіне түсірмейді. Телефонды көтерсе болғаны осы ғажайыптың орнына ән айту үшін психотерапевт қажет етпейтін 10 шақты қарапайым әртістер оның алдынан шығады. Майк дәл алдында тұрған үлкен аюларды көріп тұрған жоқ. Өйткені камера оларға назар аударылмаған. Клише бірдене жоспарға сәйкес келмесе, музыка кассетаны шайнағандай баяулайды. Ағаш сандықты битімен қатты соқсаңыз, ол сазбалшық сияқты сандықтарға ұшып кетеді. Ал әйнек жарта сияқты бұзылмай тұрады. Тіпті олар оны битамен соғып жатса да. Сюжетке қажет сәт келгенде ол ешбір жерден жарылып кетуді ойлайды. Берік құбырларға да қатысты. Театрға бұл су мұнарасына сыймайтын судан әлде қайда көп су төгілді. Оның үстіне апат кезінде театрда отырған Эдди мен Нейна бір тамшы тамбау үшін 1 секундта көшеге шықты. Және неге Роллс-Ройс театрының алдында емес, ағын оған жетпеген жерде тұрды. Жүргізуші болашақты көре алады ма? Ғимарат құлағаннан кейін Бастер тез уақытта символдық әкесінің шелегін табады. Ол болса тонна кірпіштің астында жату керек еді. Үйге қайтып бара жатқан Розита орамалды қайдан алды? Оған такси жүргізушісі орамалды берді ме? Ашуланған роботтық жүйе Скайна деңгейіне дейін дамып, осы планетадағы шошқаларды жою жоспарын орындауға баяу жылжуда. Қираған жерге банктың мүлкі белгісі, әрине несие беру жөніндегі менеджері жеке өзі соғу тиіс. Одан басқа ешкім жоқ қой. Бірақ бұл фото құлау кезінде қалай аман қалды? Мина саналауды толығымен жауып тастағанымен, Бастерге күн сәулесі қайдан түседі? Не мог бы ты одолжить мне плавки? Мен сенен әлде қайда кіші болсам да, маған ол дәл болады. Егер Бастер көліктерді осылай жуатын болса, оның жаңа бизнесі бұрынға қарағанда тезірек жабылып қалады. Ал бұл көлік жуудың клиенттері жұмысшылардың денелері мен губкасыз көліктердің ысқылауына қарсы емес па? Знаешь, почему хорошо иногда оказаться на дне? Оттуда всего один путь. Только наверх. Бір кейіпкер екінші кейіпкерге басында айтылған сөйлемді ирониямен қайталайды. Бұл бегемот хабарландыруды жабыстырып жатқанын қалай сезбеді. Мисс Ползли дымқыл швабраны арқасына сүрте бастағаннан кейін. Бір қызығы тіпті фортепианода құлау кезінде аман қалды. Оны арқанмен жеңіл байлау керек болды. Суға батып кеткеннен кейін де бұл мүлде дауысын өзгерткен жоқ. Бірақ жалпы алғанда бұл бұрынғыдан да жақсы естіледі. Залдың жартысын шошқа отбасы алып жатыр. Қарсы жақтағы бейнеде мүлде ешкім жоқ. Шығарманың тағы бір көрінісі Бастер көрерменге бетімен тұрды, ал келесі кадрда оны еш себепсіз арқа жағымен түсірді. С другой стороны, на кого из нас театр не падал? Ешкімге емес пе? Фортепианодағы бұзылған пернелер бір сәтте жаңа пернелерге айналды. Теледидарда шоу оператордың сол сәтте тұрған жеріне мүлде басқа бұрыштан көрсетіледі. Джонни орындайтын эфир кезінде әкесінің камерасындағы теледидар сол секундта қосылып қана қоймай, кездейсоқ дұрыс арнада болды. Бұл қандай түрме камераларда теледидар орналасқан. Ал бұл кадрлар қандай оператормен түсірілді? Ән айтып тұрған Джоннидің айналасында ешкім жоқ. Джоннидің әкесі кенеттен маймылдар әлемінің супермені болып шықты. Неліктен ол мұндай қабілеттермен баяғыда түрмеден қашып кетпеді? Олымен құшақтасуға деген ұмтылыс еркіндікке ұмтылудан гөрі күшті мотивация ма? Қабырғадағы сынған санлау қалған кейіпкерлер 1 секундта шығып тұратын тесіктен мүлдем басқаша. Пілдердің артындағы горилла спектакльдің дәл ортасында киімді ақ түстен жасыл түске ауыстырады және бірден ақ түске қайтарады. Вы все находитесь на частной территории и должны немедленно ее покинуть. Ал дәл осы жерде кейіпкерлер сахнаны қанша уақытта салғанын кім білсін. Олар бүкіл қалада жаңалықтарда айтқан спектакльді дайындады. Банктегі ешкім осы жайлы байқамады. Эштің инелері кездейсоқ сюжетке сәйкес кім болу керек екенін қоспағанда ешқандай кейіпкерге тиімеді.
Біреу болашаққа оралуды көріп тұрды. Джудиттен бірнеше секунд бұрынға қарағанда бірнеше есе көп инелер шығып тұр. Бір аю екіншісіне түкірді. Келесі кадрда ол қайтадан таза отыр. Егер тікұшақтар біреудің үстінен айналып өтсе, оны бірден ең қорқынышты күшпен сорып алады. Бірақ пропеллердегі жел керісінше әрқашан төмен соғады. Майк микрофонмен құлаған кезде кабель анық көрінеді. Ол жоғарыға созылады. Келесі кадрда ол тіпті жақын жерде де көрінбейді. Және фильм авторлары микрофон дыбысты тек алдыңғы жағымен ғана қабылдайтынын білмейді. Әрине олар аяқпен тұрғанда емес. Машиналар қашаннан бері есікті өздігінен ашады. Кейіпкерді соңғы сәтте жауаны тікелей жұтып қойған кезде құтқарады. Майкке қандай сәттілік болды, ол көшеге шыққаннан кейін аю оны 1 секундта жұтып қоймағаны. Майк жүргізуші жағында тұрды. Секундтан кейін ол жолаушы жағынан отырды. Аспанда ай болса, ол толық ай болу керек. Ол күн сайын кешке қарамастан бар. Жұмысшылар люстраны жарық жағын жоғары қаратып орнатып жатыр.